Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біздің Ньютон заңдары деген сабағымыздың кезегі келді. Осы Ньютон заңдарын біз алдында өткенбіз. Сол видеоны қайталап көрсеңіздер болады. Ал бүгін біз осыған байланысты тригонометрия ішінде қосылған қиындау есептерді шығарамыз. Бірінші есеп. Тело массой 2 килограмм, яғни дененің массасы 2 килограмм. Оны абайлап, көлденең бетке қойып, оған 6 ньютон күшпен 30 градус жылдамдық, 30 градус бұрышпен әсер етіп жатыр. Егер дене мен беттің арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,4 болса, үйкеліс күші неге тең? Олимпиадада әрдайым динамикадан есеп болған кезде біз осылай күштердің диаграммасын дұрыстап сызуымыз керек. Сосын мына бұрышпен белгіленген күшті проекцияларға бөлеміз. Былай жоғары қарай Y проекция, Y проекция болады, көлденең X проекция болады. Бұл проекцияларды қалай анықтаймыз? Алдында вектор тақырыбында оны өткенбіз, қайтадан өтейік. Мына жерде альфа бұрыш болса, тік бұрышты үш бұрыш, қарама-қарсы катет, ол F көбейтілген синус альфа болады. Ал іргелес катет болса, Fx, F көбейтілген косинус альфа болады. Сонда бұл дене көрейік, бұл денеге күш әсер етіп жатыр. Бұл күш, егер үйкеліс күшінің максимум мәнінен үлкен болса, үйкеліс күшіміз мю n-ға тең болады. Яғни үйкеліс күші мю n-нен кіші немесе тең. Ал n бұл жағдайда неге тең? mg азайтылған f y-ге тең. Жақсы, енді біз бірінші үйкеліс күшін анықтап алайық. Үйкеліс күшінің максимум мәнін анықтап аламыз. F күші максимум мю mg азайтылған f синус альфаға тең. Бұл неге тең екен? 0,4. Мен мю деп белгілеп қойып, мына есепте k деп белгіленген. Айырмашылығы жоқ. 20 гравитация 10-ға тең. Көбейтеміз 2-ге, 20 азайтылған 6 көбейтілген синус 30, 0,5-ке тең екендігін білеміз. 20-дан 3 азайтсақ 17 болады. 17-ні 0,4-ке көбейтсек, 17-ні көбейтеміз 0,4. Жауап 6,8 болады екен. Максимум үйкеліс күші 6,8 ньютон. Ал бізде fx неге тең? F көбейтілген косинус 30-ға тең. Бізде тартып атқан күшіміз 6 көбейтілген 30-дың косинусына тең. Сонда 5,2-ге тең екен. 5,2-ге тең шамамен. Қараңыздар, үйкеліс күші максимум 6,8-ге тең болады. Бірақ мына есептегі жағдайда үйкеліс күші, яғни fx үйкеліс күшінің максимум мәннен кішкентай болатын болса, онда екеуі тең болады. Яғни себебі бізде бұл 6,8 ньютоннан, яғни максимум үйкеліс күшінің мәннен кішкене болғандықтан, бізде үйкеліс күші неге тең? Fx-ке тең. Яғни ол өзінің толық потенциалын қолданбайды. Ол тек 5,2 ньютон потенциалын қолданып, және де бұл дененің үдеуі 0-ге тең. Бұл орнынан қозғалмай тұрады екен. Жақсы, бірінші есебіміз осымен бітті. Енді келесі есепке көшейік. Келесі есепте денеміз денеге, дене жатыр, бұлай. Денеге
үйкеліс күші альфа бұрышымен әсер етеді. Үйкеліс коэффициенті мюға тең. Дененің үйкеліс, яғни үдеуі неге тең дейді? Егер дене осы көлденең жазықтықтан үстіге қарай жоғары көтеріліп ұшып кетпейтін болса, бұл ұшып кетуі де мүмкін, бұл жағдайда. Ол жағдайда біз қарастырамыз. Көк пен белгілейік. Мына жаққа қарай үйкеліс күші бар. Астыға қарай mg, жоғары қарай n. Және де f-ті дереу проекцияларға бөлейік. fy болады жоғары қарай, және оң жаққа қарай fx. Еске сала кетейік. fy неге тең? Қарсы катет болғандықтан ол f синус альфаға тең. fx f көбейтілген косинус альфаға тең. Қандай жағдайда бұл жоғары қарай ұшып кетуі мүмкін? Егер бізде fy mg-дан үлкен болған кезде ол ұшып кетеді, яғни f синус альфа mg-дан үлкен болса ол ұшып кетеді. Значит, біздің есепте f синус альфа mg-дан кішкене, сол үшін ол жазықтықтың бетінен жоғары көтеріліп кетпейді. Енді біз қызыл қаламмен жазайық. n қосылған fy тең болады mg-ға. fx азайтылған үйкеліс күші тең болады неге? ma-ға. Және де үйкеліс күші кіші немесе тең μn-ге. Бірақ қозғалып атқанына қарағанда бізде үйкеліс күші μn-ға тең болады. Жақсы, енді орнына қойып, μ көбейтілген n бізде неге тең? mg азайтылған f синус альфаға тең. Сол үшін үдеу бізде f косинус альфа азайтылған μ mg азайтылған f синус альфа бөлінген m-ға тең. Оны ашып жазатын болсақ, былай жазсақ болады. Косинус альфа қосылған μ синус альфа бөлінген m азайтылған μg. m-дер қысарып кетеді. Жақсы, енді келесі есепке көшейік. Вагонның төбесіне жеңіл жіпке дене байланған. Олай. Сосын бір қалыпты үдемелі қозғалыс болған кезде, яғни біздің вагонымыз не істеп жатыр? Бір қалыпты былай қарай үдеуімен қозғалған кезде жіп кері қарай инерциямен көтеріледі. Үдеуіміз неге тең дейді? Егер бұрыш альфа берілген болса, вагон былай қарай қозғалғандықтан кері жаққа қарай инерция күші әсер етеді. Инерция күші ma-ға тең. Және де әрдайым төмен қарай, жердің центріне қарай ауырлық күш әсер етеді. Мына жаққа қарай бізде не бар? Т деген керілу күші бар. Бұл есепте мына үш векторды былай жалғасақ болады. Вектор жоғары бағытталған, ауырлық күші былай, және де ma былай қарай, mg былай, т. Негізі былай векторлық түрде жазатын болсақ, былай болады. Мынау тік бұрышты үш бұрыш болғандықтан бұл жерде бұрыштың тангенсі неге тең? Қарсы катет ma бөлінген іргелес катет mg. Осы жерден біз сразу үдеуді таба аламыз пропорция бойынша. Ол неге тең? G көбейтілген тангенс альфа. Немесе екінші жол, әрине бүйтіп күштерді компонент проекцияларға бөліп тапсаңыздар да болады. Т, мынау Т болатын болса, былай қарай не болады? Т косинус альфа, іргелес катет. Қарама қарсы катет, Т синус альфа, қарама қарсы катет.
Сонда былай бүйтіп жазсақ болады. Т синус альфа тең болады м-ға x бағытындағы күштер, y бағытындағы күштер т косинус альфа тең болады mg. Осы екеуін бөліп жіберсеңдер, тура мына теңдеу пайда болады. Келесі есепке көшейік. Мына үстелдің беті, яғни мына жерде үйкеліс жоқ дейді, үйкеліс жоқ. Енді бізге не табу керек дейді? Дене клиннің, мына қиғаш нәрсенің клин дейді бұны. Осы клиннің үстінде өдеуімен қозғалып бара жатыр. Өдеуі бета бұрышымен бағытталған, мына горизонтқа бета бұрышымен бағытталған. Ал клиннің өзінің бұрышы альфаға тең. Мына клиннің массасы неге тең дейді? Егер берілгендер болса дейді. Жақсы, енді бұны қалай табамыз? Бұл жерде түсіну керек та, бұл клин клиніміз біздің былай қарай А өдеуімен қозғалып бара жатыр, клиннің бетіндегі мына дене негізі былай қарай өзі мына жерде үстіде үйкеліссіз деп есептейміз. Сол үшін былай қарай ол өзінің бір өдеуімен, яғни қозғалып бара жатыр, оны қазір табамыз. Сол кезде мына өзінің А штрих деген өдеуі және клиннің өдеуі былай векторына қосылғандықтан бұның жерге қатысты өдеуі былай болады екен. Яғни мына бета бұрышымен бағытталады. Негізі альфа бұрыш болған. Енді бұл клинімізді былай клиннің үстіндегі денені қарастырайық. Дұрыстап. Бұда тек әсер ететін жалғыз күш бар. Бұны қозғайтын, яғни mg. Атак негізі ода былай реакция күші бар ғой. Бірақ бұны төмен қарай қозғап жатқан бұл mg-дің компонент, яғни проекциясы. Қараңыздар, мына бұрыш альфа болса, 90 азайтылған альфаға тең. Мына жер 90 градус. Демек, мынау қайтадан альфаға тең. Сонда міне бізде мына mg-ді біз былай екі проекцияға бөле алады екенбіз. Біреу клиннің бетімен бағытталған проекция. Fx дейік. Мынау клинге перпендикуляр, клиннің бетіне перпендикуляр бағытталған. Бұларды да біз қалай таба аламыз? Бұрышқа қарама-қарсы жағы mg көбейтілген синус альфа болады. Себебі ұзын гипотенуза mg-ге тең ғой. Ал мына жақ mg косинус альфаға тең. Реакция күші. Реакция күші неге тең? mg косинус альфа. Жазайық. n тең болады mg косинус альфа. Ал fx неге тең? ma штрих. Яғни біздің өдеуіміз клиннің бетімен клинге қатысты өдеуі a штрих g синус альфаға тең екен. Енді бұна астындағы денеге былай қарай n әсер етіп отыр ғой. Және мына бұрышты да біз білеміз, альфа. Сол кезде бұны былай қозғап атқан клинді, m массасы бар клинді қозғап атқан қай күш? Осы реакция күшінің проекциясы. Бұл күшті де тағы да былай екі проекцияға бөлсек болады. Бізге мына проекциясы маңызды. Бұл проекция не болып тұр? F проекциясы бұрышқа қарама-қарсы болып тұр. Мынау альфа болса, тік бұрыш, түш бұрыш, n болады. Сонда F неге тең бізде? n синус альфа. Ал n-ді біз білеміз ғой. n ол mg косинус альфа болады. Оны тағы синус альфаға көбейтеміз. Бұл m аға тең. Яғни өдеу mg
синус альфа косинус альфа бөлінген үлкен m-ға тең. Жақсы, біз енді аны білеміз, а штрихты білеміз. Енді векторлық жаңа нені қолданайық, синус теоремасын қолданайық. Енді біз синус теоремасын балалар бостан-бос көтпеген шығармыз, е? Осындай жағдайларда қолданбасақ, синус теоремасы бізге не үшін керек? Мынау а штрих болады. Ой, мына жерде мен керісінше бағыттап қойыппын. Былай қарай болады ғой. Көрдіңіз бе? Бірінші және екінші векторды қосып жатырмыз. А штрихпен аны қосқанда мына жалпы вектор шығады. Яғни мысалы мынау Б вектор болатын болса, А вектор қосылған А штрих тең болады Б. Вот. Енді бұл жерде бізге бұрыштар маңызды. Мына бұрыш альфаға тең, е? Мына бұрыш бізде бетаға тең болса, мына бұрыш неге тең? 180 азайтылған бета. 180 деген пи деп жаза берсек болады. Пи азайтылған бета. Сонда мына бұрыш неге тең болады? Бұл бұрыш тета табайық. Тета қосылған 180 азайтылған бета қосылған альфа тең болады 180-ге. Себебі ол 3 бұрыш қой. 180-дер қысқарады, значит тета бета азайтылған альфаға тең. Осыны пайдалана отырып, біз сразу мына жерге бета азайтылған альфа деп жазсақ болады. Бета азайтылған альфа. Оны былай да тапсақ болады, е? Мынандай параллель екі нені сызамыз. Жалпы бұрыш бізде бетаға тең, ал мына бұрыш бізде альфаға тең. Сол үшін мынау бета азайтылған альфа болады. Солай. Жақсы, енді қарайық. Біз мына А штрихты білеміз, е? Қарама-қарсы бұрыш. Енді бізге аны табу керек. Бұның да қарама-қарсы бұрышы белгілі. Сонда А штрих синус теоремасын қолдансақ, А штрих бөлінген синус 180 азайтылған бета тең болады А бөлінген синус бета азайтылған альфа. Сонда синус 180 азайтылған бета. Бұны формула бойынша синус 180 косинус бета азайтылған синус бета косинус 180 деп жазсақ болады. 180-нің синусы 0-ге тең, ал 180-нің косинусы минус 1-ге тең екендігін калькулятормен анықтап алсаңдар болады. Сонда синус 180 азайтылған бета минус плюс болады. Синус бетаға тең екен. Сонда А штрихты табамыз. А штрих бізде А көбейтілген синус бета бөлінген синус бета азайтылған альфа. Келесі енді неге көшейік? Бетке жалғастыру үшін А штрих бізде G синус альфаға тең, е? А штрих G синус альфа көбейтілген синус бета азайтылған альфа тең болады. Синус бета көбейтілген, енді мына А-ның орнына мынаны жазамыз. mg синус альфа косинус альфа бөлінген үлкен m. G синус альфа қысқарады. Пропорция бойынша үлкен m-ді бұлай сол жаққа қарай жіберсек, кішкене m деген синус бета деген косинус альфа бөлінген синус бета азайтылған альфа болады екен. Дұрыс болу керек. Келесі есепке көшейік. Гладкая горизонтальная поверхность, яғни үйкеліссіз, тегіс, сондай столдың бетінде клин, мына клин деген зат тып-тыныш тұр еді дейді.
Сосын шайбаға жоғары қарай v0 жылдамдығын берді. Yani косинус альфа 0,6-ға тең. Сонда мына шайба ең жоғарғы нүктеге жеткен кезде клин үстелмен қозғалып жатыр. Бірінші тапсырма бізге екі массаның, яғни шайбаның массасының клиннің массасына қатынасын табыңыз дейді. Бізде жылдамдық берілген дейді. n5 альфа болса, мұнда берілген. Жақсы, енді мынау бастапқы сәтте жоғары қарай v0 мен қозғалады. Так, енді соңғы сәтте не болады? Екеуі бірге қозғалып жатыр деген сөз, екеуі де, яғни мынау v0 бөлінген 5 пен қозғалып жатса, енді соның проекциясымен мынау да сондай проекциямен қозғалып жатыр, как будто ол жоғары қарай v0 бөлінген 5 пен қозғалып жатқандай. Бұл есепті негізі импульспен шығара салу өте оңай. Бірақ біз әлі импульсті өтпегендіктен динамикамен шығаруға тура келеді. Так, басқа түсті таңдайық. Мынада M. M және M. Бұған былай қарай F деген күш әсер етіп жатыр, ал мына клинге болса, былай қарай F деген күш әсер етеді. Бұл үйкеліс күші. Жақсы, енді v0 азайтылған f бөлінген m t үйкеліс неге тең? v0 бөлінген 5-ке. Астындағы үшін бұлай жазсақ болады, f бөлінген m t тең болады. Бұның жылдамдығының өзгеруі өзі v0 бөлінген 5 азайтылған 0-ге тең. Осы жерден екеуін біз теңестіріп жіберетін болсақ, так, 4 v0 азайтылған бөлінген 5 тең болады f-ті бөлінген m-ға. v0 бөлінген 5 тең болады f-ті бөлінген үлкен m. Екеуін бөліп жіберсек не болады? 4 тең болады m бөлінген m-ге. Так, бұлай. Так, бұлай дұрыс болмады. Онда бүйтіп жасайық. Мынау дұрыс, біріншісі бұның үдеуі. Ал енді екінші мына денеге F деген күштің бұлай горизонтальный проекциясы әсер етіп отыр,
іргелес катет болғандықтан f косинус альфа болады. f косинус альфа көбейтілген t бөлінген m тең болады неге? Жақсы, қайтадан шығарамыз. F бұлай қарай қандай күш әсер етеді? Біз бағана таптық қой. Толық шығарайық. mg деген күштің бұлай қарай mg косинус альфа деген проекциясы әсер етеді. Бұлай қарай mg синус альфа деген проекция. Сонымен қатар бұлай қарай бізде үйкеліс күші бар. Үйкеліс күші неге тең? Мю n-ға тең. Ал енді клин, дәу клинге қандай күштер әсер етіп жатыр? Бұған мына денеден, яғни денеге төмен қарай үйкеліс күші әсер етсе, ол мынаған жоғары қарай әсер етеді. Сонымен қатар бұлай қарай бізде n деген күш әсер етеді. Бұл екі күштің бізге мына горизонтальный несі керек. Үшін бұл жерде бұрышты белгілеп қояйық. Мынау бізде альфа деген бұрыш. Мынау да бізде альфа деген бұрыш. F деген күштің мына несі? F деген күштің бірінші мынандай проекциясы әсер етеді. F альфа, сонда F косинус альфа, я. Ал n деген күштің мына проекциясы әсер етеді. Мына жерде бұрыш n болса, қарама-қарсы катет ол синус болады. Мына m деген затқа әсер ететін күш, жалпы мына f' деген күш неге тең? n синус альфа қосылған f косинус альфа. Ал енді бізде мына денеге әсер ететін үдеу так, мына жерде еще біз бұлай жасайық. Бұлай қарай бізде мынандай инерция күш әсер етеді. А', мына бұлай қарай А'-пен қозғалып барады ғой. Сол А' әсер етеді. Сол А'-тің еще мына жерде компоненталары болады. Мына жерде альфа болса, төмен қарай МА' косинус альфа, бұлай қарай, жоғары қарай МА' синус альфа болады. Осындай біраз кішкене қиын көп теңдеу болып кетті. Сол кезде А' бізде F' бөлінген үлкен М-ға тең. Ал мұнда А бізде неге тең? А дегенде, А-ның теңдеуі, ол төмен қарай бізде mg синус альфа қосылған мю n тең болады m-ға. Ал бізде n неге тең? Ол mg косинус альфа азайтылған ма' синус альфаға тең. Мұнда еще қосылған ма' косинус альфа бар ғой. Так. Үйкеліс күшін негізі тиіспей-ақ, бүйтіп F деп жаза салған дұрыс педі. Оны білмеймін. Сосын осы жерде енді V0 соңында неге айналады? Бұл клинге байланысты болғандықтан бізде V0 азайтылған 0, ол соңында тұрады ғой, клиннің үстінде. Тең болады AT. Ал мына жерде клин болса,
v0 бөлінген 5-тің, яғни мына соңында бұла екеуінің v0 бөлінген 5 болады ғой жылдамдығы. Соның компонентасы болады. Жерге байланысты. Ал мына клинге байланысты жылдамдық 0-ге тең. Жерге байланысты жылдамдығы бұлай болады. Альфа. v0 бөлінген 5 проекция vx неге тең? v0 бөлінген 5 косинус альфа. А штрих т. Точнее, мына жерде косинус альфасы бар. Енді осы жерден а мен а штрихтың қарым-қатынасын тауып алуымыз керек бізге. А штрих неге тең? Так, mg косинус альфа синус альфа қосылған миу көбейтілген f үйкеліс күші бізде так миу mg косинус альфа азайтылған ma синус альфа бөлінген үлкен m. Ал а үдеуіміз неге тең? Үдеуіміз mg синус альфа қосылған ma штрих косинус альфа қосылған миу mg косинус альфа азайтылған ma штрих синус альфа. Осын барлығын бөлеміз кішкене m-ға. Так. Осындай күрделі теңдеу болады. Осы теңдеудің соңында жауап m бөлінген m 1 бөлінген 2 шығады. Немесе импульспен тез дәлелдей салсақ болады. Импульс тақырыбын өткен кезде түсінесіздер қалай импульспен есептер кейде оңай шығатынын. Екеуі де бірге v0 бөлінген 5 косинус альфамен жылжып бара жатыр, басында мынау m v0 косинус альфа тең болады m қосылған m v0 бөлінген 5 косинус альфа. m v0 осы жерден дұрыс. Мен мына жерде бір теріс нәрсе алып қойғаным. Мына жерде екеуінің бірге жылдамдығы былай бағытталған болады. Онда так m v0 косинус альфа m көбейтілген 0,6 тең болады m қосылған m 5-ке көбейтеміз. Сол кезде 3m тең m қосылған m 2m тең үлкен m болады. Жақсы, енді келесі есебіміз біздің осындай дене, мына жерде m массасы бар дене қозғалмай тұр дейді. Үйкеліс коэффициенті берілген дене мен платформаның арасында. Мынау платформа бізде. Платформаны қозғап жатыр. Сол кезде мына екі үйкеліс күштерін табыңыз дейді. Бұл денені алып былай қарастырайық. Бізде Т1, Т2 болсын. Мынау бұрыш бізде 45 градус, ал мынау 60 градус. Сол кезде үйкеліс күші былай қарай болады. N болады, жоғары қарай, төмен қарай mg. Енді осы тепе-теңдікте тұру керек. Сол үшін біз мына жерде күштерді былай
компонентіға бөлек. Т2 синус 45, былай қарай Т2 косинус 45. Мұғатыр мұнау қарамағарыс катет болғандықтан Т1 синус 60, былай қарай бізде Т1 косинус 60 болады. Вертикаль күштер Т1 синус 60 қосылған Т2 синус 45 қосылған n тең болады mg-ға. Үйкеліс күші неге тең? Бұл қозғалмай тұр, бір астындағысы қозғалып жатыр. Сол үшін бұл жағдайда мю n-ға тең болады. Мю n-іміз бізде сол жаққа қарай бағытталған күштер Т1 косинус 60 қосылған Т2 косинус 45. Так, мынандай теңдеуді синус 60-ты біз түбірас 3 бөлінген 2 деп алайық. Косинус 60 ол 1 бөлінген 2-ге тең. Ал синус 45 пен косинус 45 бір-біріне тең. Түбірас 2 бөлінген 2. Осы жағдайды қолданатын болсақ, бізде n неге тең болады? Т1 бөлінген 2 қосылған Т2 түбірас 2 бөлінген 2. Бөлеміз мюға 0,5-ке тең болады. mg азайтылған Т1 түбірас 3 бөлінген 2 азайтылған Т2 түбірас 2 бөлінген 2. Так. Енді осы жерден біз байқаймыз тағы бір мәселені. Мына жіп, ол екеуі бір жіп екен. Яғни бірдей ұзарады. Сол үшін бізде Т1 мен Т2 бір-біріне тең болады. Әжден дереу солай табайық. 0,2-ге бөлетін болсақ, бұл неге тең? Т1 бөлінген 2 көбейтілген 2 болады. Осыған Т2, Т1 Т2-ні қойайық. Просто Т деп белгілейік. Себебі жіп бір жіп қой. Т қосылған Т түбірас 2 тең болады. mg азайтылған Т түбірас 3 бөлінген 2 азайтылған Т түбірас 2 бөлінген 2. Осын барлығына сол жаққа қарай жіберетін болсақ, Т1 қосылған 3 түбірас 2 бөлінген 2 қосылған түбірас 3 бөлінген 2 тең болады mg. Сонда mg бөлінген мына зат бізде керілу күшіне тең екен. Келесі есебіміз, бізде осындай жұқа проволочный кольцоға бусинка, массасы m бусинка кигізілген. Және де бұның үйкеліс коэффициенті мюға тең. Бастапқы моментте v0 деген жылдамдығы бар. Тура осы моменттегі оған әсер етіп атқан нені табыңыз дейді. Үйкеліс күшін. Үйкеліс күші қалай қарай әсер етеді? Кері қарай әсер етеді, Ол неге тең? Бұлай қарай mv0 квадрат бөлінген r деген күш әсер етіп атыр, Сосын бұған еще бұл n1-ге тең. Сонымен қатар бұлай қарай, бұны керісінше жаққа қарай, мынау үйкеліс күшін біз нақты білмейміз, қалай әсер етіп отқан себебі кері қарай бұған мю n2 әсер етеді. Ал n2 болса бұлай қарай бағытталған. Сонда мю n2. Так, мю n1, мю n2
былай қарай мю так, былай қарай mg әсер қой тұрыңыздар. Былай қарай mg әсер етеді. N2, N1 бұл екеуі бір-біріне перпендикулярны әсер етіп отыр. Сол үшін қараймыз, жанынан қарайтын болсақ, жоғары қарай N2 ол неге тең? mg-ға тең. Былай радиусқа қарай, ортасына қарай әсер ететін N1 ол бізде mv0 квадрат бөлінген r-ға тең. Сонда жалпы N бізде былай қарай әсер етеді. Және де кері қарай әлбетте үйкеліс күш әсер етеді. N сонда үйкеліс күші неге тең? Мю n-ға тең. Ал n болса біздің жағдайда екі перпендикуляр күш әсер етіп отқандықтан екеуінің квадраттық қосындысы болады. Пифагор теоремасы бойынша mg квадрат v-дің 4 дәрежесі r квадрат болады. Сонда үйкеліс күші f неге тең? Мю m түбір асты g квадрат қосылған 4 дәрежесі r квадрат. Толық үдеу неге тең дейді. Енді былай кері қарай бізде түсінікті, былай қарай бізде қандай үйкеліс күші бар? Былай кері қарай әсер ететін бір үдеу бар, а. Үдеу ол үйкеліс күші бөлінген массаға тең. Енді былай қарай бізде, былай центрге қарай, әлбетте бізде нормальный үдеу әсер етеді. Жалпы үдеу оның былай қарай болады. Центр, v0 квадрат бөлінген r-ға тең, ал мынау үдеуге тең. Үдеу бізде мю түбір асты g квадрат қосылған v0 4 дәрежесі бөлінген r квадрат. Толық үдеу былай қиғашынан әсер етеді. Толық үдеу неге тең? an квадрат қосылған a квадрат. Яғни v0-дің 4 дәрежесі бөлінген r квадрат қосылған мю квадрат g квадрат қосылған v0-дің 4 дәрежесі бөлінген r квадрат мю квадрат түбір асты. Толық үдеу. Енді келесі ең соңғы есеп бүгінге 3 шариктен тұрады. Бастапқыда бұлар тепе-теңдікте орналасқан. Сосын мына жіпті қиып қалған сәттегі бұлардың үдеуін табыңыз дейді. Бұлар қимай тұрып тепе-теңдікте орналасқан, Қандай күштер әсер етеді? Жоғары қарай бізде Т бар, былай қарай бізде kx1, мынауда kx1. Бұлай әсер ететін бізде, яғни бұлай итеретін kx2 бар. Итеретін kx2. Және де бұлай жерде, мына жерде mg, мына жақта да mg ауырлық күштері бар. mg. Мына жерде әлбетте kx1, мына жерде де kx1. Сонда мына kx2, kx1 және mg үшеуі бір-біріне тепе-теңдікте орналасқан. Осы жерден біз мынандай нені таба аламыз, векторлық сумма арқылы біз бұл күштердің қарым-қатынасын таба аламыз. Мынау тең бұрышты 3 бұрыш болып тұр ғой. Тең бұрыш 3 бұрыш болғандықтан мына бұрыш бізде 60 градус болады. Бұрыш 60 градус. Осы жерден біз kx1 көбейтілген синус 60, көбейтілген синус 60 тең болады mg-ға деген таба аламыз. Или мына жерде 30 деп белгілесек, kx1 көбейтілген косинус 30 тең болады mg-ға. Ал жоғары жақты қарастыратын болсақ, мына бізде жоғарыда Т бар, төмен қарай mg бар, және де мына екі күш бар, мына жерде 30 градус болса, бұлардың мына проекциялар бір-бірін жойып жүреді ғой, горизонталь, вертикаль проекциялар бар. Бұлай екі проекциясы бар. 2kx1 косинус 30.
себебі мына жер 30 градус, мынау kx1 болса, былай қарай проекциямыз бізде іргелес катет болғандықтан kx1 косинус 30 болады. Сонда бізде т неге тең? mg қосылған 2 kx1 косинус 30. kx1 косинус 30 орнына mg қоятын болсақ, т бізде 3 mg-ға тең екен. Ал бұл нәрсені резко жағып қалған кезде енді қай күш жоғалып кетеді? Т бізде резко 0-ға тең болып кетеді. Мына жерде ешқандай әлі де не өзгермейді. Сол күштер сол сәтте әсер етіп тұрады. Сол үшін мына жерде үдеуі 0-ге тең. Бірақ мынаның төмен қарай 3 mg деген күші бар, осы үстіндегі заттың. 3 mg деген күш бар, бұл м-ға тең. Сонда үдеу 3g-ға тең екен. Сол сәтте мына жоғарғы шариктің үдеуі төмен қарай 3g болады, қалғандарының үдеуі болмайды. Бірақ уақыт өте келе үшеуі бірге құлағандықтан уже үшеуінде не болады? Үшеуі уақыт өте келе барлығы g-мен құлай бастайды, себебі еркін түсу үдеуі g-ге тең. Бірақ осы сәтте осындай есептер динамикада, олимпиадада кездесуі мүмкін. Осыны ескеріңіздер. Ал жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.